Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осы тоңазғыштың иісі кетіру жайлы айтамын. Қарапайым үйде асханада қолданылатын тұз салып, тұзбен кетіреміз. Бұл үшін алдымен тоңазғышымызды жақсылап ерітіндімен сүртіп аламыз. Біздерге керек болатыны ас содасы, жылы су, осылардың барлығын араластырып, тоңазғыштың ішін жақсылап сүртіп шығамыз. Ішіндегі ең алдымен сөрелерін алып тастап, осы қоспамызды жақсылап сеуіп шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей жақсылап сеуіп шығамыз. Онан артынша таза шүберекпенен, құрғақ шүберекпен сүртеміз. Одан кейін тоңазғыштың сөрелерін қойып болғаннан кейін пиалаға бір ас қасық немесе 2 ас қасық тұз салып қоямыз. Тұз өзіне тоңазғыштағы барлық жағымсыз иістерді өзіне тартып алатын болады.